бір құмырсқа өз илеуінде тобынан бөлініп, сол маңындағы ара, қоңыр секілді жәндіктермен дос болыпты. Жеміз деп шыққан құмырсқа жол үстінен бір дән тауып алыпты. Жалғыз өзі әрі-бері әурелеп, дәнді орнынан қозғалта алмапты. Содан соң көмек сұрау үшін әлгі қанатты достарын іздейді. Бір уақытта гүлден гүлге қонып, шырын жинап жүрген араға жолығады. Досым, бір дән тауып алып едім, жалғыз өзім көтере алмадым. Маған көмектесіп жіберші, деп өтінеді. Көрмей тұрсың ба? Мен де жұмыс істеп жатырмын ғой. Деп ара көнбей қойыпты. Солай ғой, мейлі. Мейлі деп құмырсқа әрі жүріп кетіпті. Ол енді қоңызды тауып алды. Ол мән жайды айтып көмек сұрапты. Сен үшін өз еңбегімді еш қыла алмаймын. Деп қоңыз ызыңдап ұшып кете барды. Достарынан күдер үзген құмырсқа мұңайып қайтып келе жатты. Жолда өзінің илеулестерімен ұшырасып қалды. Олар мұның түрін көріп, Не істеп жүрсің? деп жөнін сұрайды. Жалғыз құмырсқа өзінің басынан кешкенін айтып береді. Жалғыздық деген сол, деп илеулестері жұбатады да, құмырсқаның дәнін көтеріп, әрі қарай алып кетеді. Құмырсқа үйіріне қайта қосылады. Жаңа достың қадірі ескі досқа жетпейді, деген екен сонда бір кәрі құмырсқа.